Ал достар, Бишкекте кездесулердің барлығын бітіріп аттық. Рет-ретімен енді соңғы кездесу қалды. Сол соңғы кездесуді бітіріп, келісетін болсақ келісіп, келіспейтін болсақ келіспей, сонымен қайтадан Алматыға жолға шығамын. Что-то Бишкек қатысып кетті. Что-то Алматыда погода қалай болып тұр? Айтып беріңіздер енді Алматыны. Бұйыртса Алматыға бүгін кешке қарай боламын Алматыда. Ал вот, Қырғызстаннан кетіп бара жатырмыз Бишкектен Алматыға. Алла қаласа, бір 3 сағат, 4 сағатта жететін боламыз. Жұмыстардың барлығын бітірдік, кездесетін адамдармен кездестік, сөйлесетін адамдармен сөйлесіп, договорға отыратындармен договорға отырып, сөйтіп қайтып бара жатқан жайымыз бар. Бұйыртса Алматыда да өте көп жаңалықтар бар. Бишкекте өзім самостоятельно бірінші рет келіп, самостоятельно өзім баратын жерлердің барлығына барып, өзім жүріп тұрмын, шүкір. Кстати, ауа райы өте әдемі болып тұр екен, айта салайын деп едім соны. Аллаға шүкір. Енді Алматыға барып, и дальше больше Қырғызстаннан басқа тағы да бір шетелге шығып қайту керек болып тұр. Қайда барсам екен енді? Айтыңыздар. Всем привет! Я каждый день засыпала под утро, а вчера я пораньше легла спать, а сегодня рано утром проснулась. Такая бодрая. Еще мы сегодня с сестрой поедем на выставку. Вот. Еще у нас тут есть классный охранник. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Привет. Как дела? Сон балаете. Привет. Как дела? Постон. Мы сегодня с моей сестрой покупаем вот такие вот классные вещи для себя. Потом я вам покажу, ладно? Вообще классные вещи. О, моё, не знаю, у нас в Кыргызстане есть, нет? Я думаю, скорее всего, нету. Но я потом покажу вам. И маме купила вот такой вот массажер. Видите, в Китае ушинтип Америкадагыдай автобус менен келип балдарды таштайт. Азыр сестрамдын балдарын будем встречать. Эх, хочется здесь остаться, жить. Я тоже хочу, чтобы мои дети тоже учились в таких школах. Да, и автобус менен келип встречать эту.